Hanımlar, және мезалар, Нарузда нарыз кожа ишу негде салка аналган. Ким біледі? Ким біледі? Мен білемін, мен наурыз көже туралы білемін. Ал айта қой. Баяғыда Наурыз атаның балалары болмапты. Інісінің балаларын әйелі екеуі жақсы көріп бағады екен. Көктемнің алғашқы айының соңында ет, құрт, тары, бидай, кеспе, тұз, суды қосқанда кем дегенде 7 тағамнан көже жасайды. Барлық балаларды тойғызып, мәз қылдырады екен. Наурыз ата мен кемпірі дүниеден өткен соң, балалар көктемде атасы мен апасының дайындайтын көжесін сағынады. Сөйтіп, әр жыл сайын жиналып, ата-апасының көжесіндей көже жасап, келесі наурызды аман-есен көрісуді тілейді екен. Сол әдет наурыз көже атанып, салтқа айналыпты. Жақсы. Ендеше, үлістің үлі күні құтты болсын. Аман-есен болайық.